Бүгін мына Бәкең мен Жайнаның ең тұла бойы тұңғышы бағана ерте айтып кетті ғой, терлеп тепшіп жүрген неге тапқан деп. Соның бүгін ұлан ғасыр тойы болып жатыр, той өтіп жатыр. Құрметті қауым, соған жиналып отырмыз. Енді 2 жас бақытты болсын. Ең бірінші тілейтініміз сол. Дастарханымыз қызыққа, қуанышқа жиналсын. Баяғыда 93 пе деп алғаш 94 деп білмеймін, ұмытып қалдым. Сол жылы жан-жан туған кезде ат шаптырмасақ та аттың орнына өзіміз шауып жүрдік алғаш. Сөйтіп жүріп тойлағанбыз. Соның міне бәленбай уақыт өтіп кетті. 20 жыл ма, 25 жыл. Енді бүгін Жаннаның тойына жиналып отырмыз. Басымыз аман болсын, дейміз, сау болсын. Бәрілеріңізге осында той тілейміз. Тек қана қуанышта, қызықта кездесейік. Әрдайым той бола берсін. Бәкең мен Жайнаның шаңырағына тек қана жақсылыққа, қуанышқа жиналайық. Бәрілеріңізде осындай үйлеріңізде той болсын. Енді артымызда сөйлейтін жігіттер бар. Көп қысқадан нұсқа айта берейік енді. Тек қана қуанышта, қызықта ғана кездесе берейік. Ал енді құрметті қонақтар, мына ауылымызда үлкен той болып жатыр. Мына Ақтүйенің қарын жарылған той болып жатыр. Балқаш, мына Жайна, енді тұла бойы тұңғыштарын өздерін қуантып мүмкін. Енді екеуі бақытты болсын, 2 жас. Осы тек той болсын ауылымызда. Құрметті ауылдастар, тойларыңыз құтты болсын. Мәкен тәте, Зина тәте, Тәтелеуаға немерелеріңіздің тойы құтты болып, 2 бала бақытты болып, өздеріңізге жақсы жақтарынан көрініп, өмірді шүбірлі болып, өздеріңіздің жолдарыңызды берсін. Балқаш Жайна, Жан-жан, Аяжан екеуі бақытты болып, өздеріңе қолғанат көп, барлық өмірдегі өздеріңнен жақсы жолдарын алып, сондай ақылды бала болуға жассын. Сендердің жолдарыңды берсін. Той өте сондай тамаша өтті. Осындай тойда әрбір азаматтың басына тілеймін. Бір адам той жасаса осындай жасасын. Көріп отырмыз, іші клубтың іші тойға адамға сыймай жатыр. Балалар бақытты болсын. Сонымыз куәсі болады. Бір кезде өздеріңіз тойларыңызда болғанбыз. Міне, енді бәрі көз алдымызда. Енді балалардың тойында отырмыз. Енді немеренің тойында көруге жасық. Құрметті қалайық, мына енді ауылымызда үлкен дүрлеген той болып жатыр. Балқаш, Жайна, балаларың бақытты болсын, өздеріңе серік болсын, өмірлі шүбірлі болсын, кен отаулары биік болсын. Енді жаңа қысқадан нұсқа деп сөйлеп отыр ғой, бар бүгінгі тілеген жақсылықтардың бағы Алланың құлағына шалынсын. Ал енді Балқаш, Жайна қайда? Жайна қайда? Жайна? Мынау енді 71-лердің артынан бір бие. Айғыр десейші, айғыр. Жайна қайда? Бәрекелді, тамаша. Сіздерде бір ән бар деп еді. Бар ма? Бір ән шырқай, қол соқ қошеметтеп. Мына жерде ылғи 71-лер сөйледі, енді бір 75 сөйлесе, жайыр қат кетіп қалды жұмыстарымен. Енді құрметті ауылдастар, құрметті апалар, ағалар, күні бойы жақсы тілектер айтылып жатыр. Бәрі қабыл болсын. Енді мынау Балқаш ағамыз, Жайна жеңге, тойларыңыз құтты болсын, бауырымыз ғой. Бақытты болсын, шаңырағы беріп, осы Қазақстанымыздың бір үлкен азаматымен азаматшасы болсын. Жаңа мен ойлап отырмын, мына жерде отырып. Бәке, өзіңіздің құрдасыңыз, менің ағам Ербол, жаңа Қуат, бүгін тірі болса, Ербол, сіз сияқты ол да қызын ұзатып жататын бе, ұлын үйлендіріп жататын бе деген. Енді Аллаға ешқандай шара жоқ.
кететін адам кетті. Бірақ тіршілік жасайды. Сіздердің балаларыңызға бақыт берсін. Міне бүгін үлкен шаңырақта осы клубта сіздерді билеп жүргенде біз терезесі қалап жүретін бала болатынбыз. Бұдан біз өскенде сіздердің балаларыңыз міне біздің артымыздан өкшелес. Соның бәрі жақсылыққа жаза берсін, той қыласын, қыз қуаныш болсын, Күле апай, денсаулығыңыз мықты болсын, сіздің арқаңыз осының бәрі. Балқаштардың, Қоңырат ағамыздың бәрінің ер жетіп осындай дәрежеге жеткені сіздің арқаңыз, апа. Сіздің денсаулығыңыз мықты болсын, 100 жасаңыз. Сіздің денсаулығыңыз мықты болса, сіз ортамызда қарайып жүре берсеңіз, біз осылай сіздің балаңыз болып жүре береміз. Тек қана қыз қуаныш болсын. Амин. Айтқандарыңыз келсін. Жаңағы бір жақсы әндеріңізге көп болайық. Айтасыздар ма? Ал келіңіздер. Allah razı olsun sizlerge. Arkadaşlar, sizimden sana öldü kamşılar, kamşı kamşı, kamşı kamşılar, çöreklerine orada çalışırlar, kamşı kamşı, soğuk ıslarlar, kerpeğinin kışa boğulur, kerpeğinin kışa boğulur, kerpeğinin üstünü sürür.
Sulu kızlardı Kirpigimnin kışı bolup Kirpigimnin kışı bolup Kirpigimnin üstünüzü Tamşı 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 tamşılar Cürneklerine oklaşanşılar Tamşı tamşı sulu kızlardır Kirpigimnin kışı bolup Kirpigimnin kışı bolup Kirpigimnin üstünüzü Kirpigimnin üstünüzü Жайғасайық ардақтағы ағайындар, келіңіздер. Сахнаның төріне ән жолдарымыз Алтай ағамыздан бір жақсы ән сұрап, сонымен нүктесін қойсақ деп жатырмыз. Ал шекті гитараны беріңіздер. Алтай ағамыздан бір жақсы ән сұрайық олай болса. Жанайдардай Абдолдай азаматтың бірге жұмыс жасайтын әріптестері 5-ші канал деп жазған екен, қол соғып қошеметтеп болсаңыздар, той төріне шақырып қоюға рұқсат етіңіздер. Жанайдардың әріптестері. Дастарханға бар жақсысын жаятын, дала күні дархан елдің тойы бұл. Құрметті Жаңғапат ауылының жамағаты, сіздерді балаларыңыздың, Жанайдар балаларыңыздың тойы құтты болсын. Мына орыс редакциясының атынан, орыс редакциясының аманатын арқалап келген, қазақ редакциясының книгін арқалап келген балаларымыз орна елде, солар достық жауабырсың. Жанайдар, Аяжан, поздравляю вас с вашим сегодняшним днем, с днем рождения вашей семьи, вашей совместной жизни. Желаю вам самое главное — это крепкое здоровье, счастья, успехов в работе, чтобы у вас все сложилось, чтобы вы прожили долгую счастливую жизнь вместе. И всего самого главного — взаимопонимания, мама. Ең басты жайлар саған бақыт тілеймін. Қанатқа қақтырмай, тұмсыққа шоқтырмай өсірген ең басты ата-анаң аман болсын, өзінің денсаулығың болсын. Денсаулығың болса, барлығымыздың бірге боласың. Енді біз мына 5-ші ұжым арнасынан келіп отырмыз. Сіздің жайлар бізде қазақ редакциясында журналистік қызмет атқарады. Білікті, беттес бар журналистеріміздің бірі, қаламы қарымды журналистеріміздің бірі. Енді өкінішке орай кейбір журналистеріміз, әріптестеріміз белгілі себептермен жібермей, сол себепте бизнес-арнаның шашбауын көтерген жайымыз бар. Енді бизнес-арнаның атынан шағынауға сенімімізді қабылдап. Жас жұбайлар кездесетін не күндер? Жас жұбайлар кездесетін не күндер? Мұқалмандар мақсатына жетіңдер, бір-біріне дәл бүгін сезіммен өмір бақи ғашық болып өтіңдер. Жанайдардың коллективі бір қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Алла разы болсын. Ал қадірменді қонақтар, қайырлы кештер. Бір әдемі тілек айтайық, қадірменді қонақтар, қысқадан нұсқа деп жатыр ғой. Бірақ біз болашақ журналистер болғасын қысқа сөйлей алмаймыз енді, шамалы созамыз тілекті. Мұны айтып жатамыз кей кезде, қадірменді қонақтар, тілек періштенің құлағына шалынсын,
періштенің құлағына шалынсын деп, бірінші ол тілекті өзіміз тыңдай білейік. Пенде тыңдамаған тілекті періштелер айтсын, қадірменді қонақтар. Алдымен өзіміз тыңдай, сосын періштелерге WhatsApp-пен жібере саламыз, иә? Ал олай болса, мынау бүгін Сарыарқаның төрінде, Жарылғап батырдың белінде үлкен көңілді той болып жатыр. Мынау Жанайдар жайында айтатын нәрсе көп негізі, қадірменді қонақтар. Жанайдар екеуміз де ауылдың баласымыз, әлі күнге дейін ауылдың баласы сияқтымыз. Баяғыда дейміз 2 жыл бұрын бірінші курста екеуміз бір общагада жаттық. Сонда ақырын ауылды сағынған кезде Қарағандының сырт жағына шығып, бір-бірімізге өлең оқып тұратынбыз ауыл жайын, қадірменді қонақтар. Сондай ауылдың баласы болып келгеннен кейін бүгін ауылдың төріне ауылдың балалары ретінде келіп отырмыз, қадірменді қонақтар. Олай болса, ең алдымен біз сый-сияпатымызды табыстап алайық. Содан кейін өнерімізді әрмен қарай тарқатамыз. Группаластарының артынан конверт, сырты нашар, ішінде бұйым бұзаулайтын қашар. Қошемет жоқ, қойыңыздар ағайын. Анау конверт, рахмет. Анау конверт одан да қалың болуы мүмкін еді. Просто Қарағандыда 80 теңге болып кетті да. Шамал жұқалатуға тура келді Жанайдар. Олай болса, қадірменді қонақтар, Карбудың филфагынан келіп тұрмыз. Біз жай ғана конвертпен келген жоқпыз. Тілектің үлкені, сыйлықтың үлкені өнер дейді. Қазір қолымыздан келіп жатса, Даридай ақыннан Мұқағали болып туылғаннан кейін бір-екі шумақ өлең ақтарай жүрегімізге келіп тұрған. Одан кейін Жанайдардың тағы бір досы, филфактың студенті, мынау Қаржас екен руы, Баян ауылдың баласы. Нұрсұлтан ұлдарымыз бір әдемі арнау айтып береді. Анау қалжыңдап жатыр кеше келіп Нұрсұлтан Жанайдарға. Сен досым деп жүріп, қарындасыңды алыпсың ғой деп. Қазақ солай ғой, қадірменді қонақтар. Соның арнауынан кейін Нұрлат досы тағы да бір шетелдерде орын алып жүрген әдемі ән айтып береді, соған берейміз. Олай болса, тілекті былай деп тарқатайық, қадірменді қонақтар. Алаш десе әрдайым дала дейтін, дала десе алашқа қара дейтін, сәлем сөздің басы ғой қашаннан да, ағайындар, ассалаумағалейкум. Өлеңменен малтиын теңізімде, жырымменен жеткізілсін лебізімде, асаба боп өзіммен ұзатқанем Аяжанды Наурыздың 8-інде, қол бұлғап бұғылының баурайы, өткен күндер жастық шақты сағынады. Алла қолдап той отып жатыр міне, сүйіншіліп Сарыарқаға сәуір айы. Осылай өткен күнге қарайладым, армандармен ұштастырып арайбағын. Талай қызық өткен ет басымыздан, сенде екеу болдың ба, Жанайдарым. Құлағына жетсегер үні таудың, тербетеді өлеңді сыры баудың. Шұғыласы болғанда сен шеттің ай, ұлары мен болу бен ұлы таудың. Осылай қуаныштан ел көреміз, халықтан шапалақпен емделеміз. Достарымның тілегі осы достым, бақыттың бесігінде тербеліңіз деп бір қошемет қойыңыздар. Ай, рахмет. Қалған тілекті тойдан кейін вечер болады дейді, жарылғаттыңыздармен сондайдым. Соған да бірдеңе қалсын. Ал Нұрсұлтан арнау айтады, қадірменді қонақтар. Бұл Құдай енді, Қаржас руы. Қаржастар қанын ағызады, қазақ айтады ғой. Қанын ағызбағанның қарысынсын деп, Қаржас елі бір қошемет соғып қойыңыздар өздеріңіздің ұлдарыңызға. Ай, бәрекелді. Ал Нұрсұлтандағы ең бірінші қадамды жасап отырған адам. Енді ең бірінші қадамды жасағаннан кейін қимайды екенсің. Досыңды қандай нәрсе
Баяғыда бір жігіт айтады екен, әйелімнен ажырасайын десем, бажаларымды қимайын деп. Сол сияқты Жанайдарды бүгінгі отбасылық өмірге қимай отырмыз. Бірақ та отбасылық өмір қашанда бақытты, шаттықты, үлкен нұрлы күндерді сыйлайтын өмір болғандықтан, екеуіне Жанайдар мен Аяжанға қашанда бақыт тілейміз, шаттық тілейміз. Алланың әрқашанда назарында болыңыздар, бақыттың базарында болыңыздар деп. Жалпы шалақын айтады екен, ақынға, балыққа қая судан терең оңай, ақынға қара сөзден өлең оңай деп. Сондықтан да арнаумен айтып берейін, барлығымыз бір адамдай тыңдайық. Келістік пе? Келіскен адамдар қол шапалақтасын. Бәрекелді. Егер де кім-деген қолын соқпаса, сүйгендері сағынбай қалады, іздегендері табылмай қалады, кредиттері жабылмай қалады. Егер сүйгендеріміз сағынсын, іздегендеріміз табылсын, кредиттеріміз жабылсын десеңіздер, менің әрбір шумағыма қол шапалақтап отырамыз.